Сәлеметсіздер ме балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін біз әліпби пәнінің 5-ші сабағын өтеміз. Сабақтың атауы сөз жол бағытындағы ерекше белгілер. Мұнда бізде 4 сурет бейнеленген. Осы 4 сурет бойынша ашып, толығырақ бейнелеп, әңгімелеп береміз. Мысалы, бірінші суретте не көріп тұрсыздар балалар? Бірінші суретте бір балақай жолдан өтпекші. Ол балақайға ат қояйық. Мысалы, оның аты Алихан делік. Алихан жолды өту үшін не істеу керек балалар? Дұрыс айтасыздар, бағдаршамға қарау керек. Бағдаршамның егер қызыл түсі жанып тұрса, тоқтап күтіп тұру керек. Мысалы, сары түсі жанып тұрса, жан-жағына қарап, дайындалып тұру керек. Жасыл түсі жанған кезде әрі қарай жолды өтуге рұқсат беріледі. Мысалы, бағдаршамның қызыл түсіне тек қана бір машиналар ғана жүре алады. Мысалы, газ машинасы, жедел жәрдем машинасы және де өрт сөндіру машинасы. Оның өзі олар тек қана бір дабылдармен ғана өтеді жолды. Жолды өтіп болғаннан кейін Алихан аялдамаға келеді. Аялдама дегеніміз не ол? Аялдама дегеніміз ол автобустар күтетін тұрғылықты жер. Мысалы, осы екінші суретке қарайтын болсақ, аялдамада автобустың суреті бейнеленген. Яғни мұнда автобустар жүреді. Бұл аялдамада үлкен кісі орындықта отыр. Үлкен кісілерге орын береміз. Автобустың ішінде, аялдаманың өзінде. Автобус келгеннен кейін балақайлар автобусқа аяңдап мініп, мектебіне жетіп алады. Ал енді балалар үшінші суретке назар аударайық. Үшінші суретте не көріп тұрмыз? Алихан метроға келді. Ол метромен жүргенді ұнатады екен. Мектепке дейін метромен де жетіп алуға болады. Ал енді төртінші суретке назар аударайық. Төртінші суретте Алихан қайда келді? Дұрыс айтасыздар, мектепке келді. Мектепте біз білім аламыз. Мектепте өте қызық. Балалар, сіздерге мектеп ұнап жатыр ма? Ал енді балалар, мына 4 белгіге назар аударайық. Бірінші белгі аурухана, екінші автобус, үшінші бағдаршам, төртінші метро. Енді осы 4 белгі бойынша әңгіме сөйлем құрастырайық. Бірінші аурухана. Менің әкем ауруханада жұмыс істейді. Екіншісі, мен күнде автобуспен мектепке барамын. Үшіншісі, жолдан өту үшін бағдаршамның жасыл түсін күту керек. Төртіншісі, метро. Алихан метромен жүргенді өте қатты ұнатады. Мінекей балалар, бүгінгі біздің 5-ші сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.